Ассаляму алейкум достар. Сіздермен бүгін Айхан Оразаева. Бүгін біз хит болып жатқан трайфл десертін жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көрмес бұрын қолдау көрсетіп жіберіңіздер. Алдымен біз ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Онан соң үстіне қант салып жақсылап миксерлейтін боламыз. Әппақ көпіршіктер пайда болу керек. Ал енді құрғақ ингредиенттерімізді араластырамыз. Ұнымызға какао, қосымша салып жақсылап араластырамыз. Ал енді жаңа дайын болған қоспамызға біртіндеп салып отыру керек. Егер біртіндеп салатын болсаңыз, сіздің қамырыңыз нәзік әрі көтеріңкі болып шығады. Ал егер барлығын салып жіберетін болсаңыз, қоспаларыңыз дұрыс араластырылмаған болады. Осындай ыдыстың үстіне пергамент қағазын салып орналастыратын боламын. Ал егер сіздер пергамент немесе фольга болмаса, жай ғана ыдысыңызға сары майды жағып салсаңыз, қамырыңыз жабыспайтын болады. Бұл сізге лайфхак. Ал енді қамырымызды 180 градуста шамамен 20 минуттай пісіретін боламыз. Қамырымыздың піскенін осындай таяқшаның көмегімен қарайтын боламыз. Егер таяқшаң сыртта болса, қамырыңыз піскен дейсіз. Ал енді кремімізді дайындайық. Бұның креміне керекті қоспалар: қант ұнтағы, сүзбелі ірімшік және де кілегей. Достар, міндетті түрде кілегей суық болуы керек. Ал егер де жылы болса, қамырыңыз іріп кететін болады. Осылайша біз кілегейімізді бірінші араластырып аламыз. Ол қоюлана бастаған кезде қант ұнтағымызды салып жақсылап миксерлейтін боламыз. Бұны да жақсылап миксерлегеннен кейін сүзбелі ірімшігімізді салып, оны да жақсылап араластырамыз. Кілегейімізге сүзбелі ірімшігімізді біртіндеп салған дұрыс. Сол кезде ол толығырақ айналған болады. Болған креміміз осындай нәзік болып шығу керек. Ал енді біз дайын болған қамырымызды екіге бөліп, екі ыдысымызға салатын боламыз. Мен трайфлды екі ыдысқа жасайтын боламын. Ол сіздердің үйіңізде бар ыдысты қолдансаңыздар болады, немесе трайфлдың өзінің ыдысын алсаңыздар болады. Мен осындай ыдыс алдым. Енді мен қамырымды бөлшектеп салып, кондитерский пакеттің көмегімен кремімді жағып орналастырамын. Достар, кремнен кейін қайтадан коржымызды салып, қайтадан кремді жақсаңыздар да әдемі болады. Мен солай жасадым, бірақ видеода толығырақ көрсеткен жоқпын. Трайфлдың глазурін дайындайтын боламыз. Алдымен біз отымызды шай деңгейге қойып, суық кілегейімізді құйып, өзіңіздің қалаған шоколадтарыңызды салсаңыз да болады. Достар, бір ескерте кетерлік, глазурымызды қатты қайнатудың қажеті жоқ. Ол жай ысыса болғаны, ол өзі-ақ ерітіп жібереді. Және де бір айта кетерлік, екінші ескерту: шоколадтарыңызда ешқандай қоспа болмауы керек. Мысалға, изюм немесе жаңғақ. Егер сондайды қолданатын болсаңыздар, сіздердің трайфлдарыңызды ірітіп жібереді. Мен мысалға ешқандай қоспасы жоқ шоколад, яғни Қазақстан шоколадын қолдандым. Дайын болған глазурымды трайфлдың үстіне құйып шығамын. Осындай сұйықтау болып шығу керек. Және де үстін өзіңіздің қалаған жеміс жидектеріңізбен, жаңғақтармен әсемдесеңіздер болады. Мен мысалға
бірінші қоспадағы трайфлды өзім сүйікті жемісім таңқураймен және жаңғақпен жасадым. Ал екінші ыдыстағы трайфлымды бананмен, таңқураймен, жаңғақпен жасадым. Екеуінің де дәмі тіл ереді, кәдімгідей дәмді әрі ауыздан кетпейтін дәм болып шықты. Достар, сіздерге де жасауға кеңес беремін. Видеоны көргендеріңізге алғысым шексіз, және де қолдау көрсетіп, тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарияға сіздер жасағандарыңызды қалай шыққанын жазып кетіңіздер. Сіздермен бүгін болған Оразаева ханым. Сау болыңыздар. Ас болсын.